үшін басты байлық денсаулық болса, жанның басты байлығы білім мен өнер. Солардың көмегімен ғана халықтар өркениетте өз орнын табады. Қазір ең бастысы жастарға білім беру, қолөнерге, кәсіпке баулу. Қазақ даласындағы осы міндеттерді жүзеге асыру үшін барлық жерде қазақ мектептерін ашу және де қазақ тілінде оқыту қажет. Мен Темуршод Айғаным, осы Қаражар мектебінде 9-шы сынып оқушысымын. 1-ші сыныптан бастап үздік оқып келемін. Сыныптағылармен өте ұйымшылмыз, татуымыз, әрдайым бірге жиналып, бірдей көмектесіп, бір-бірімізге әрдайым қол ұшын созамыз. Мұғалімдердің бізге деген қарым-қатынасы маған ұнайды. Мұғалімдер бізбен керемет сабақ өткізеді. Маған биология, химия пәні ұнайды. Биология, химия пәнінен біз көптеген зертханалық жұмыстарды жазамыз. Алайда біз ол зертханалық жұмыстарды дәптерге жазамыз. Менің 7-ші сыныптан бастап басты арманым ол биология, химия пәнінен зертханалық жұмыстарды арнайы құрал-жабдықтармен жасау болатын. Қазіргі жаңа мектепте мен осы зертханалық жұмыстар кабинеті болған және арнайы құрал-жабдықтарым болғанын қалайтын едім. Қаражар ауылым негізі менің балалық шағымның отаны. Әрбір адамға ауыл ыстық болады, өз ауыл ыстық болады. Енді ауылымның адамдары туралы айтсам, кішіпейіл, бір-бірімен сыйластықта болады, жақсы адамдар көп деп айтуға болады. Мына қазіргі мектепте біз білім беріп атсақ та, бірақ та біз нақты оның жеткілікті бір несіне жеттік деп ойлаймыз мақсатына. Бірақ та о жерде көрдіңіздер, біз білімді былай қарағанда жай ғана беріп атырмыз. Оның бізде мысалы техника қолымызда жоқ, лабораториялық жұмыс жасай алмаймыз. Біз олармен мынандай арнайы пән бойынша, мысалы физика пәнін бізге мысалы айтады, әрбір тақырыпта лабораториялық жұмысы бар. Ол лабораториялық жұмысты біз ауызша айтамыз, немесе интернетпен көрсетеміз соны, ал бірақ та ол бала оны қолымен ұстап, ол өзі нақты жұмыс жасап атқан бала емес ол. Оқушылар біз бастауыш сыныпта 9 сыныптарын толық өтпейтін. Күз мезгілі болғандықтан біз қазір не істейміз? Қарандаштарымызды қолымызға аламыз. Түсінікті ме? Түрлі түсті қарандаштарымызды бәрін фломастерларымызды аламыз. Күздің суретін саламыз, дұрыс па? Күздің суретін салуға бастаймыз. Осы мектепте 21 жыл жұмыс жасаймын. Жұмыс істеймін, 4 балам бар. Жолдасым да Макаров Амангелді Вахитович осы мектепте жұмыс істейді 18 жыл. Математика және информатика пән мұғалімі. Сонымен қатар біз өзімізде үйде кішігірім шаруашылығымыз бар. Сол мал ұстаймыз, оның ішінде жылқы да, қой да, сиыр да барлығы бар. Өзім сиыр сауам, 10 шақты сиыр сауам. Оны жаңағыдай іс қылдырып, тартып, қаймақ майын жасап, құрт жасап, ірімшік барлығын жасаймыз. Жолдасым шөп шабады. Өзінің тракторы бар. Шөп шауып, сондай жұмыстармен айналысады. Сол шаруаны бәрін бітіріп болғаннан кейін де мектепке барамыз, оқушыларға сабақ береміз. Школда бізде жаңағыдай кабинеттердің жабдықтары, компьютерлар аз, өнерлі балалар бәрі өте көп бізде. Жылқымын біз алғанда, аламаннан ату
мүмкіншіліктер жоқ. Енді жаңа мектеп салынғаннан кейін оның барлығы болатын шығар деген ойдамыз. Жаңағыдай шығармашылығы бар оқушылардың мүмкіндіктері жоқ. Және ескі, суық болғандықтан, актовый зал жоқ болғандықтан балалар өздерінің жаңағы шығармашылықтарын, жұмыстарын бәрін көрсете алмайды деп ойлаймын. Менің атым Орынбай Жантөре Жанболатұлы. Мен осы мектептің 7-ші сыныбында оқимын. Біз бұл қазақша киімді, бұл айтқанда біздің мектептің дәстүрі сияқты. Әр сейсенбі немесе дүйсенбі немесе сенбі күні осындай киімдер, қазақша киімдерді киіп отырамыз. Мен ғана емес, оны бүкіл оқушылар, балалар, қыздар, ұлдар киеді. Мұғалімдер де киеді, көресіздер өздеріңіз. Мына мектеп енді қателеспесем 1960 жылы салынған. Мектеп енді қабырғалар, мысалы, қисық деген сияқты. Бізге жаңа мектеп салынып отыр ғой. Бізге ғана емес, бүкіл Қазақстанның осындай мектептер бар шығар. Сол ауылдардың бәріне жақсы мектеп салынса, балалардың бәрі тегін оқумен, жылы мектеппен қамтамасыз етілсе. Қазақстан мемлекетінің болашағы жастар дейді ғой. Енді болашақ жастардың орнында білімді балалар шығып, жаңағы әртүрлі мықты университетті шетелде оқып келіп, өзінің білімдерін Қазақстан елімізге салса. Ауылым сен көркейші, тағы. Бұл жердің тауылмаған қатты ұнады. Қасиетті арғы шетте баян ауыл, керемет қой, тау бұлағы, бәрі. Бізде осы 3 жыл бұрын бізге комиссия келген облыстан. Сол комиссия біздің мектепті тексеріп, негізі ол кісілер бізге күрделі жөндеу жасау керек болған. 17 мектепке аудан бойынша. Бірақ сол комиссияның шешімі бойынша біздің мектеп күрделі жөндеуге жатпады. Оның себебі біздің мына бір іргеміз, мектептің іргесі, апаттық жағдайда болды. Яғни бір іргесі кетіп бара жатыр, осы мектеп негізі көпке шыдамай құлайды деген бір шешімге келді. Сосын ол комиссия қол қоймай қойды. Сосын шешімдерін шығарып, жалпы бізге қолымызға құжат берді, акты деген. Сол акты бойынша біздің мектеп апатты жағдайда болып, жаңа мектеп салыну керек деген шешім шықты. Қуантарлық жағдай, ауылымызда осындай әдемі, көркем, жаңа заман талабына сай мектеп салынып жатыр. Және де оның құрылысы кезінде мектеп мұғалімдерінің пікірлері, ойлары алынып, бірге бірлесіп, жұптасып, қандай бізге сұранысымыз бар, соны бәрін қамтып, ол кісілер бізге ыңғайлы қылдырып, мектептің құрылысын жасап беріп жатыр. ERG является социально ориентированной компанией, и для нас действительно в большом приоритете это развитие наших родных городов. Там, где присутствуют наши предприятия, где работают и живут наши сотрудники и их семьи. Конкретно каждый год подписываем меморандумы с областями Актюбинская, Костанайская область, Павлодарская область, Карагандинская область. В рамках меморандума мы реализуем различного рода проекты социального характера, в том числе по развитию здравоохранения, образования, как и школьного образования, так и образования колледжи и вузы. Мы также работаем над развитием инфраструктуры городской,
развитие местных сообществ, в том числе вовлечение всех людей, которые проживают в этих городах, в различные проекты, инициативы по развитию городской инфраструктуры. Такие есть проекты, как Туганкала или ШАГ. В селе Каражар Баянаульского района Павлодарской области сейчас мы занимаемся строительством школы. Она будет на 100 человек. Мы работаем над тем, чтобы дизайн нашей школы был современным, чтобы он был максимально удобным для функционирования, чтобы это прослужило много лет, чтобы он был удобен для STEM вещей, да, для STEM лабораторий, для IT каких-то инноваций. Мы хотим, чтобы он был эргономичным, и действительно дети получали удовольствие и смогли быть на равных с школьниками города, со школьниками области и даже столицы, чтобы могли соревноваться с ними за поступление в вузы, высшие учебные заведения, колледжи. А мы очень сильно надеемся на повышение именно человеческого капитала, в том числе Павлодарской области. Такими небольшими проектами мы хотим смотивировать других людей на то, чтобы мы больше обращали внимание на развитие школьной инфраструктуры и на развитие компетенций как в селе, так и в городах маленьких. Бүгінгі күні мектебіміз жаңа ғимаратқа көшті. Мұғалімдердің жұмыс істеуіне өте жақсы, қолайлы жағдай туғызылып отыр. Кабинеттерде жақсы парталар қойылған, өте ыңғайлы оқушыларға. Мәссаған, мына спорт зал қандай керемет. Теннистің стөлі қандай. Бұрында бізде мұндай құрал жабдықтар болмай еді. Енді осы спорт залдан көптеген чемпиондар шығады деп ойлаймын. Химия кабинетіне, физика кабинетіне, информатика кабинетіне, лингофон, мультимедиялық кабинетінде оқушыларымыз осы лабораториялық жұмыстарды, зертханалық жұмыстарды жақсы деңгейде жасап, аудандық, облыстық, республикалық көлемінде өздерінің білім деңгейін көрсете алады. Мәссаған, міне керемет. Нағыз ерлерге арналған кабинет, яғни алғашқы әскери дайындық кабинеті. Мен бұндайды өмірімде бірінші рет көрдім. Біздің ұлдар мен қыздардың шеберханасында іс машиналар қойылып отыр. Қыздар істік алады. Және мына ұлдар шеберханасында заттарды қарап отырсақ, әрбір оқушыға жеке-жеке станок беріліп тұр. Әрбір оқушы сол станокты пайдаланып, өз жұмысын көрсете алады. RG компаниясына, әдіскерлеріне, қызметкерлеріне, мамандарына біздің мына мұғалімдерді осылай осы заттарды көрсетіп, оның қалай қолданылатынын үйретіп, бізбен бірге жұмыс жасағанына RG компаниясына шексіз алғысымызды білдіреміз. Рахмет. 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 Рахмет.